Так, бүгін біз толкин кодпен қалай жұмыс жасаймыз, соны көрсететін боламын. Так, енді мына жерде интерфейс осындай, толкин код деп кіресіздер. И одан кейін бірінші регистрация жасау үшін не істейміз? Мына жерде тұрған үш сызықты басамыз. Сосын зарегистрироваться бесплатно деген кнопканы басамыз. Мынаны аударып алсаңыздар болады. Зарегистрироваться кнопкасын басқаннан кейін сіздерде үш пункт толтыруды сұрайды. Біріншісі почта, мен мына жерде Gmail почтаны жаздым, и екі рет парольдарыңызды қайталап жазуларыңыз керексіздер. Екі рет қайталап жазамыз. Сосын согласен, мына жерге де галочка қойылмаса қоясыздар и зарегистрироваться. Кнопкасын басқаннан кейін сіздерде активация сұрайды. Оны қарау үшін жаңа қандай почта жаздыңыз, соны ашасыздар. Мен Gmail'ды жазғаннан кейін сол почтамды ашамын. Мына жерде главный экранда ештеңе келмеген. Енді оны қайдан іздейміз? Оны спамнан іздейміз. Мына жерде мен жаңа басында ашып қайтадан создавать еттім. И осы жерден так, уақыт 9:49-да келген. Не уақытты қараймыз. Мына кодты копировать етіп аласыздар. Бірінші жолы, екінші жолы мына ссылка арқылы кіріп активация жасасаңыздар болады. Мына кодты копировать етіп мына жерге қоямыз и сосын активейт деп басамыз. И осылай кіреді. Жаңа жазған почталарыңыз бен парольдарыңыз болады. Соны логин деп кіресіздер. Енді бұл жерде главный беті. Бізде осы жерде қай кнопканы басуымыз керек? Create код дегенді басасыздар. Create код бізде мына жерде тұр, міне. Соны басасыздар. И одан кейін, басқаннан кейін, күтеміз. Мына жерде маған жаңағы доступ бермей тұр, өйткені менде қазір запистің камерасы қосылып тұр. Осыны өшіремін. И мына жерде менде доступ болады қазір осылай. Дальше, бұл жерде екі түрі бар. Жаңағы голограмма жасаудың, біз голограмма жасауды үйреніп жатырмық. Екі түрі бар. Біріншісі өзіңді видеоға түсіресің. Бұл жерде 30 секундтық қана видео. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Так, try again. И немесе мына жерден өздеріңіз файлды жүктесеңіздер болады. Файлдарыңыз 200 мегабайттан көп болмау керек. Яғни мына формат жазылып тұр, mp4 мен VPM деген форматты қолдансаңыз болады. Ол үшін загрузить файл дегенді басамыз. И загрузканың ішінен жаңағы өздеріңіз қоятын файлды қоюларыңыз керексіздер. И осыдан кейін ештеңе өзгертіп қажет жоқ. Мынаны басамыз, мына көк кнопканы. Күтеміз, генерация жасалған процентпен жүреді. Видеоны жасап жатыр. И одан кейін QR кодтың генерациясы кетеді мына жерде. Бұл жерде айтатын нәрсе, сіздер бесплатно бір QR код қана создавать етесіздер. Бір QR код. Бір QR код создавать етесіздер. И ол 7 күнге дейін тұрады. 7 күннен кейін сіздің создавать еткен QR кодыңыз өшіп кетеді. Егер сіздер күнде создавать етіп қолданатын болсаңыздар, онда қазір көрсетем, кіріп QR кодты удалить етіп, қайтадан новый создавать етсеңіздер болады. Мынаның үстінен басамыз. Просто мына жерден бассаңыз болады, мына жерден бассаңыз болады. Басып, скачать кнопкасын басамыз. И мына жерде бірнеше формат берілген скачать етудің. Картинка түрі болса PNG-ны, PDF болса мына формат таңдайсыздар. PNG без логотипі, с логотипом деп тұр. Яғни мен с логотипом деп көшіремін. Ол автоматически сіздердің загрузка бөлімдеріңізге түседі. И одан кейін оны ашып, жаңағы өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қолдансаңыздар болады. Гала сағат дейді жаңағы. Солай жазсаңыздар болады, квестта қолдансаңыз болады, сұрақ жауап ретінде қолдансаңыз болады. Мына жерде главный экранда көріп тұрғандарыңыздай хатқа қолданған, сосын кофе машинаны қолдану үшін қолданған. Енді мынадағы жаңа создавать еткен QR кодымызды өшіріп, екінші QR код создавать ету үшін не істейміз? Manage код дегенге басамыз. Сосын мына жерге кіреміз, жаңа жерге, и удалить етеміз де, қайтадан жаңағы мен басында көрсеткендей QR кодты создавать етсеңіздер болады. Осылай тез голограмма жазсаңыздар болады толкин код арқылы.